бір 70% ғой деймін, қателеспесем, әйелдің күйеуінен көп тапқанын қаламайтын адамдар. Ал сол дауыс берушілер негізі әйелдер. Нақты келісіп алған дүниелеріміз бар. Мен мысалы күйеуімнің айлық жалақысын қашан алатыны, қанша алатыны, тағысын тағы ондай сұрақтар мүлдем қойылмайды. Саннан гөрі көбірек сапаға мән беру керек. Бұл ең қиыны. Қанша ақша табасыз Инстаграм арқылы? Журналистер негізі бар ғой, өте көп ақша таба алу керек. Сол маған не керек? Жасым 45-ге келіп, былай қарасаң ше, кішкентай аудиториясымен де үлкен мәселе шешіп жүргендер бар. Үлкен аудиториясымен дым шешпей жүргендер де бар. Армысыздар, ардақтылар. Бүгінгі қонағым атақты журналист, белсенді белді блогер Ләйла Сұлтанқызы. Ләйла Сұлтанқызы, студияға қош келдіңіз. Рахмет жаным. Мен өзім ыңғайсызданып қалдым ғой. Асыра мақтағаным емес. Иә, негізі. Шынайы жылы лебізім. Эфирге уақыт тапқаныңызға көп рахмет. Бүгін ғана сіздің контентіңізді қарап отырмын ғой. Контент үзілмейді. Сіз аэропортта болсаңыз да, қайда жүрсеңіз де, Reels, тікелей эфирге жиі шығасыз. Жалпы осылай 3 миллион оқырманды жинау үшін тұрақты контенттен басқа тағы қандай амал әдіс қолдандыңыз? Негізі бар ғой, рахмет біріншіден осылай сұхбатқа шақырғаныңа, оның үстіне біз бұл сұхбатқа ертерек келіскен болатынбыз. Енді 3 миллионның ішінде мен ашығын айтайын, не живой аудитория басымырақ деп ойлаймын. Өзімнің пайым бойынша жақында үлкен бір анализ жүргізіп, сол анализдің нәтижесінен де мен белсенділердің тобы, белсенділердің проценті қарым-қатынасы 30-35% екенін байқадым. Одан кейін азырақ белсенді, яғни менее активный, одан кейін тіпті неактивный деген сияқты. Ол кез келген миллион, 2 миллион, 10 миллион, 20 миллион, миллионы бар адамдардың барлығында бар дүние. Бірақ дегенмен оның барлығына әсер ететін біріншіден сенің контентің қаншалықты қызық. 3 миллион, ол әрине 3 миллионды қазір 3 айда жинауға болады негізі. Ол сан деген мүлдем қазір мән беретін дүние емес. Санға қарап, мен кейде күлем ғой, бір той-томалақта мойындау керек, той-томалақта болсын, бір жиындарда болсын, жаңағыдай бірінші адам таныстырғаннан кейін, содан кейін қазір сенің бір бұрын еңбек еткен 25 жылдық бір өтілің туралы әңгіме айтпай, сенің мүмкін бірден 3 миллион оқырманы бар. Мен айтам, сонда адамның қазіргі бірден бір адамды сыйлайтын бір көрсеткішке ие болып бара жатқаны кішкене қынжылтады негізі. Негізі ие болып кетті, ашын айтқан кезде. Дұрыс емес. Біздің жастардың ортасында біз оқырман санына қарап, ол мүлдем дұрыс емес. Енді қарап, жаңа айтып отырған 30-35%. Жарайды, 30% дейікші, ең сондай белсенділер. Енді соның ішінде 30%-дің ішінде тағы да 10% сенің жаңағы бір сұрақ жауабыңа тағысын тағы сондай қатысу мүмкін. Демек, саннан гөрі көбірек сапаға мән беру керек. Бұл ең қиыны, шынын айтқанда. Қазір қарап отырсаңыздар, блогерлар болсын, танымал адамдар болсын, тіпті жай енді ғана жаңағы фотограф болсын, видеограф болсын, мобилограф болсын, бәрі бірден сапаға мән береді. Яғни бір 15 минуттық рилсті, 15 минуттық сторисі түсіру үшін 1045 монтаж жасайды, шығын шығарады. Ол шығын қандай шығын? Ресурс, ол тек қана сенің материалдық ресурс емес, сенің күшін, ақша төленбейтін креативің, ақша төленбейтін сенің интеллектуалды мысалы жұмысың, оның барлығы шын айтқанда қымбат нәрселерді. Біз мысалы алданатын дүниеміз бәрі жақсы болады, ертең жақсы болады деген бір алдамшы сезіміміз бар ғой. Иә, сол сезім бізді алдап қоя береді да, әрдайым. Сол себеп мен айттым келгені, 3 миллиондық аудитория ол өте сондай мықты көрсеткіш емес. Және де ол аудиторияны ұстап тұрамын, және де соған қызық бола түсемін деген ол үлкен еңбек. Жаңа айтасың, мен стористі аз түсірем басқаларға қарағанда, мен кейде ұмытып кетем, түнде ойланып жатып, мысалы, ұйықтар алдында ертеңге жоспар құрғанда, контент жоспар құрғанда, бір аптаға контент жоспар құру керек дейді, бір айға құру керек дейді, ол өте қиын нәрсе. Мен шынында да
таңның атысы, кештің батысы 40, 30, 30-дан жоғары стористі көргенде мен анау точкаларды көргенде бір өзім шаршап кетем кейбір адамдарда. Енді мойындау керек шығар, онда точкаларды қазір көре ме, көрмей ме? Менің ойымша точкалар қалай бар, солай аттап өтіп кете беретін сияқты. Ол да блогерге байланысты. Мүмкін. Кейбіреулер сондай нүктелермен ерекшеленеді, точкалармен ерекшеленеді. Мүмкін. Ал кейбіреулер қысқа айтады, соған үйреніп қалғанбыз. Қалай өзін үйретіп алады аудиториясы? Көру мүмкін емес сияқты точкаларды. Шыдам керек сияқты. Точканың 2 секундын көрсең, сен соңғы 14-15 секундты точно көрмейсің. Мүмкін контентке байланысты шығар. Тағы да, егер әр точкада монтаждалған дүние болатын болса, соңында не болар екен деп көру мүмкін. Ал егер бір жиналысты түсірген точка болатын болса, ой, кешір, оны ешкім қарамайды. 3 миллионның егер 10% сенімен белсенді болмаса, ол мысал соншалықты мен оны тым қатты сондай абырой деп санамаймын. Кез келген адамның мысалы ашып қараңызшы, кез келген миллионникті ішінде өте белсенді дегені 20-30%-дан аспайды. 10% болса, оған да қуанады. Мен сізге мынадай мәселенің шет жағасын шығарайыншы. Мысалы, айтып отырмын ғой, менің 10 оқырманым бар. Мен былайша айтқанда 12 жылдық тәжірибесі бар кәдімгі журналистпін. Қарапайым әкімшіден партнер деңгейіне дейін көтерілдім. Бірақ 100 000 оқырманы бар блогерлердің қасында менің эксперттілігім көзге көрінбейді. Және маған соны кәдімгі айтады. Жазира, кішкене жеке брендке көңіл бөлмедің ба? Сен бір мықты журналист екенін кішкене мойындалмай жатыр. Обидно же. Обидно. Прям кәдімгідей ренжітеді, шын айтқанда. Сенің білімің де мысалы сол қалған адамдардан 1000 есе мықты болуы мүмкін. Сенің санаң да, сенің көкжиегің де мықты кең болуы мүмкін да. Бірақ осындай тұста мен шын айтуым керек, мен өзім жақсы көріп оқитын қыздардың қараймын ғой кейде. Оларда да жаңағыдай 10 000-нан, 20 000-нан аспауы мүмкін. Бірақ мен қызығып оқимын. Өткенде Маржан деген өте белгілі пиар саласының енді Майталман фамилиясын айтпай қойын, сол хабарласып, ойбай-ау, қыз-ау, қаншама жылдан бері жұмыс жасайды екем, бірақ 10 000 оқырманым да жоқ екен дейді да. Сонымен қарап отырмын да, біз соларға қарап өстік қой. Соларға қарап өстік. Енді ішің ашмайды емес, бір жағынан ойлайсың. Ал енді қара, басқа жағынан қарайық. Жарайды, біз енді қазір отырып алып екеуміз екі кемпір сияқты әңгіме айтып отырғаны болып қалмайық. Бірақ 18 жасарлар, 20 жасарлар мысалы әп сәтте бір айда, 2 айда өте көп қаралым, өте көп оқырман жинаса, ол да мысалы, ол да мақтануға тұрарлық дүние. Біз оларды кемсітей бермеуіміз керек. Демек, олар бізге қарағанда пысық, ширақ. Демек, біз олардан көп нәрсені үйренуіміз керек. Ал бізде мынандай бір көре алмастық бір дүние болуы мүмкін да. Оңбаған. Мен 20 жыл жұмыс жасадым. Анан қарашы, 2 айда осылай мысалы деймін ғой. Ең атыңды шығарудың, білмеймін, сондай оқырман жинаудың несі, бұл сен не ұрысқақ болуың керек, не сен біреумен өмір бақи төбелесуің керек, біреумен бет жыртысуың керек, біреуді білмеймін енді. Сондай айлалыққа дейін барудың қаншалықты қажеттілігі бар екен. Тағы да приоритетке байланысты. Егер сен нақ содан бітті, мен 2 айдан кейін ақша табуым керек дейтін болсаң, және де сенің жаңағы жарнама берушілеріңе сенің активнесің, сенің жаңағы оқырмандарының саны маңызды болатын болса, сен онда сондай дүниелерге баруың керек. Бұл жерде сен түсінуің керек. Ол үшін сенің отбасыңда сенің қолдайтын болу керек. Ол үшін сені ертең бауырың саған теріс қарамайтын адам болу керек. Ол үшін сені шешең ертең айтпауың керек. Қызыма мына тірлігін ұят нәрсе ғой деген сияқты. Яғни егер сенде жан-жағыңнан, барлық жағынан тыл мықты болатын болса, онда сен бар сондай тәуекелге. Бар. Купальникпен шық, біреумен төбелес, жыртыс, білмеймін, сайқымазақ бол, былайша айтқанда. Онда сенде әп сәтте бәрі болады. Көрдің ба, ол сенің жан дүниеңнің қалауына байланысты. Егер сенде мына жерде күйеуің қаламайтын болса, мына жақта балаң сенің іс-әрекетіңе ұялатын болса, ар жақтағы ауылдағы мен білмеймін, туысқаның ренжитін болса, сен ондай нәрселерге бармайсың. Себебі сен ойлайсың ғой, мен ертең мына адамдармен өмір сүрем. Әлде сен шетелге көшіп кетпейтін жерсің осы елден, осындай нәрсе жасадым деп, көрдің ба? Сонда бұл жерде адамның өзінің ішкі қажеттілігі қандай нәрсеге дейін тәуекелге бара алады. Қазір байқайсың ба, мысалы, кез келген миллионы бар адамдар да бір тәуекелге барып жүр. Кардашьян сияқты суретке түскісі келеді, бір әлемдік бір трендтерден қалғысы келмейді. Дұрыс, оның бәрі енді өткен оларға танымалдылықты ұстау керек. 40+ кейін өте қиын танымалдылықты ұстау. Өте қиын. Не сен ол жерде кадр қасиетін жіптіктей болып өмір бақи жұмыс жасауың керек. Себебі 40+ бізде көп жағдайда кадрға сыймайтын проблема бар. Еркегіңді де алайық, әйеліңді де алайық. Ол деген өзін-өзі жақсы көрмеу екен, ол өз-өзін құрметтемеу екен, ол өзіне 5-10 теңгесін аяу екен, мен білмеймін. Әркімде әртүрлі себеп.
Бірақ біз соны егер де мен бір ғана мысал айтайыншы, мен өткенде соны тікелей эфирде де айттым Қайрат Әділгерейге. Қызық премия жүріп жатыр. Мұстафа Сандал сахнаға шықты. 52 жастағы түріктің әншісі. Ой, мықты. Оның қасында 3 жігіт тұр қазақтың. Маған сол картинканы айтып берші, сен қалай болды? Жоқ, мен тура қызық премиясын көрген жоқ. Жалпы Мұстафаның қазіргі бет әлпетін, өзінің фигурасын қалыпқа сақтағаны мақтауға тұрарлық деп жатырмын. Енді еңбек, иә? Иә, еңбек, үлкен еңбек. Мен ары қарай ештеңке демей қойдым, түсінікті шығар бәрі. Демек, бізде оның барлығы жұмыс екенін түсінемін. Жұмыс, күнделікті жұмыс. 1045 себеп айтуға болады. Балам жылап жатыр, ұйқым қанбады, түнде той жүргіздім, ұшып келдім. 1045 себеп айтуға болады. Себепті айтып та жүр бәрі. Бірақ әсіресе елдің алдында жүрген адамдарға, әсіресе жеке брендіне көп ақша құртып, рилс түсіруге, мобилограф жалдауға, SMM жалдауға ақша құйып жатыр екен, ол ақшағын бері қарай қайту үшін ол өзімен жұмыс жасау керек бірінші. Бізде осы жағы ақсап жатады. Бізде 18 жасарлардың шансы үлкен. Мына қыздарға қарап отырсаң, блин, ананың қарашы, қандай бет терісі әдемі, маған Құдай бермеді сондай. Мысалы қарасаң, қызығып қарайсың, қандай мүмкіндіктер бар екенін қызғанышпен қарайсың. Потенциалды көпсі. Мүмкіндік өте үлкен. Енді тек қана пайдалан. Неге дер кетеді? Кішкене қорқыныш басым болуы мүмкін, комплекс болуы мүмкін. Ұялшақтық. Тағысын тағы. Мысалы, менің ойымша жеке брендіне келгенде кез келген адам қазір ақшаны аямай жаратуы тиіс. Қай саланың адам болмасын. Және бұл инвестиция. Әрине. Шығын емес, бұл инвестиция. Сондықтан қай саланың адам болмасын. Экономист па, егер ол болашақта курстарын өткізетін болса, ол өте харизмасымен жұмыс жасау керек, ораторлық жаңағы қабілетімен жұмыс жасау керек, кадрда өзінің қай планы әдемі болатын. Түгелімен осының барлығын зерттей білу керек. Ол деген қатты үлкен қиын жұмыс емес, былай қарасаң. Басты негізі, себебі оған Құдайға шүкір біздің кезімізде біздің мысалы үйрететін мұғалімдер болған жоқ. Қазір бар ғой, түрлі курстар бар, өтіп аламын десе, қазір мүмкіндіктер кішкене молырақ. Оның үстіне менің ойымша ютубта тіпті тегін де бар деп ойлаймын. Негізі тегін дүние өте көп, тегін контент. Енді соны көре білу, өн бойынан өткізіп, өмірде пайдалану ол бөлек әңгіме. Әрине, сылтаусыз кірісу керек. Шыдам. Енді біз жеке бренд мәселесіне өтіп кеттік. Енді жеке брендке байланысты айтарым, журналистерге жеке брендті дамыту міндетті ме? Жоқ, журналистер деген кезде бұл жерде сан түрлі журналист бар ғой. Камера алдындағы және камераның сыртындағы. Камераның сыртындағы журналистерге жеке брендті дамыту қаншалықты маңызды? Неге қазір жеке брендке көбірек мән беру керек журналистердің өздері де? Себебі телеарнаны көрсеткіші жылдан жылға төмендеп бара жатыр. Ол мойындалатын нәрсе. Былай қарасаң, жастардан сұрасаң, көбісі мысалы телеарна көресіңдер ме десем, көре бермейді. Менің өзім көрмеймін. Көрдің бе? Енді жастар туралы мүлдем айтпай қояйын. Енді не үшін ол қажет? Бір журналисті екінші журналистен ажырату үшін, ол біз тек қана түр әлпетіне қарап ажырата алмаймыз. Мысалы, Жайна мен Дананы біз еш уақытта шатастырып алмаймыз. Сол сияқты Нартай мен Абайды еш уақытта шатастырып алмаймыз. Егер біз қазір телевидениедан ютубқа ақырын көшкендер туралы айтатын болсақ, 30-дан асқан, 40-тан асқан телевидениедан ақырындап ютубқа келгендер, автоматты түрде олар телевидение олардың жеке брендін қалыптастырып қойды. Оларға жеңілірек. Ютубқа келгенде олар сайқымазақ болуға, басқа ампулада шығуға оларға тым мынандай не керек емес, міндет емес. Өйткені оларға ол үшін ақша құюдың да қажеті жоқ. Ал енді ютубтан бастап жатқандарға кішкене қиын, себебі оларда бәсекелестік орта өте үлкен. Ол жерде кім көп енді Ресеймен салыстырмай қояйық, кім көп мысалы бізде 5-6 интервью алатындардың ішінен озып шығуың керек, болмаса жаңағы егер нақты юмор жағынан болатын болса, олардың да ішінен озып шығуың керек. Қатты бәсекелестік болмаса да, бірақ жеке брендіңе келгенде телевидение салып кеткен өзіңнің образыңдан жаңадан бастап жатқандарға кішкене қиынырақ. Жеке бренд ол жастардың арасында қазір бір жаңа трендке айналған, жаңа бір модный сөз сияқты. Қазір 2022 жылы, жалпы 2022-ден 2025-ке дейін жеке бренд деген трендтегі сөз болады. Ақырын қазір барлығы өзіне бренд менеджер іздеп жүр. Мысалы, өз басым... Не істейді сонда маған үйретіндер тұрсын? Маған да бренд менеджер керек еді. 2021 жылы, мысалы, мен бренд менеджер деп өзімді профильге жазып қойдым. Одан кейін жұрттар сұрай бастады. Бұл не деген сияқты. Мен айтып отырмын, сіздің қарым қабілетіңізді біз бір арнаға тоғыстырамыз, сосын соны әдемілеп жарнамалаймыз.
журналистке ғана емес, мен түсінген бойынша кез келген адам егер белгілі бір саланың эксперті болса, бәріне жеке брендті дамыту керек. Әйтпесе әрине біліміңнің құны көктейін деуге бола ма? Себебі біздің өміріміз соңғы білмеймін 5-6 жылда, мүмкін соңғы 10 жылда тікелей желімен байланысты болғаннан кейін қарап отырсаңыз, қазір барлығында аккаунт бар, ашылған жеке парақшасы бар. Оқымайды деген адамның өзі, білмеймін, мен енді аккаунты жоқ адамды кездестірген жоқпын осы уақытқа дейін. Сондықтан адамдардың өмірі тым қатты желімен байланысты болғаннан кейін, өзін мықты маманмын деп санайтын болғаннан кейін, ол мәселе бір жұлдыз болып кетуінде емес қой. Ол содан бір пайда көріп кетуінде емес, бірақ өзінің білімін бөлісуінде сияқты. Асқар ағаның мысалы парақшасы жоқ, белгілі математика қарап отырса, қаншама айтар дүниесі бар. Ол тіпті телефон ұстамайды ғой? Тіпті телефон да ұстамайды. Үй телефонына қоңырау шаламыз, оны бүкіл журналистер біледі. Бірақ жеке бренд қалыптастыру ол көп жағдайда осының соңында егер мақсатты түрде ақша табуым керек, осы маған мынандай да бір пайдасын әкелу керек дейтін болса, онда ол үшін ақша да құю керек. Енді танымал емес, өте бай адамдар бар, мысалы қаржы жағынан өте бай. Оларға неге керек? Дерипасканың егер телеграм-каналын оқитын болсаңыздар, қарап отырсаңыз, енді оған аса қатты, мысалы, ол ақша қайтып келу керек деген оның ойында жоқ. Бірақ ол өзінің бар білімімен, басқасымен бөлісіп отырады да. Сол сияқты біздің де өте бай адамдарға, сондай кейде мысалы қоғаммен байланысты ол кісілер алшақ, мүлдем басқа әлемде өмір сүріп жатқан сияқты. Бірақ білем, оларды жасырын отыруы мүмкін, жасырын инстаграм парақшасы болуы мүмкін, оларды жасырын белгілі бір адамдарды оқуы мүмкін, бірақ олардың өздерінің парақшасы жоқ. Неге біз керісінше Билл Гейтсті оқи отырып, әлемге әйгілі байлардың жазбаларын оқи отырып, бізде бір көре алмастық сезім болмайды ғой? Мен мынандай бір кеңес айтарым, керісінше біздегі бай адамдарды бізде оқуымыз керек. Олардың да білімі жетерлік, олардың да айтары өте көп. Бірақ та бізде бір кезеңдер болды, мысалы, мүмкіндігінше бар екенін көрсетпейтін, біз мысалы Forbesқа кірген 50 адам болсын, 100 адам болсын, бірақ кірмей қалған қаншама байлар бар ғой, мысалы. Және кіргісі келмейді. Ол да бар, енді ол да бір себептері бар шығар олардың бәріне. Бірақ осындай адамдарды оқысақ, мүмкін бізге көбірек пайдалы болар ма? Кейде ойлаймын, мысалы, Фейсбукта біз кішкентай проблеманы үлкен проблема қылып талқылап жатамыз да, талқылап жатамыз. Ал шын мәнінде біз неге биік әңгімелер айтуға тырыспаймыз, мысалы. Түсінем, Илон Маск ол айдалада өмір сүреді, біз үшін ол бір түсінбейтін бір персонаж. Бірақ та бізде мысалы ұмытыламыз ғой, балаларымыздың мысалы сондай долинада өмір сүргенін, сондай IT саласының мықты болған, сол үшін бүкіл қаржымызды құртып оқытып жатырмыз, IT саласын таңдатып жатырмыз, кез келген салаға әйтеуір құйып жатырмыз. Бұл баламыз біздің болашақта сол әйтеуір вложение болсын, білімді болсын деп, мүмкін біздің ұрпақ емес, бізден кейінгі ұрпақ, олардың ой өрісі, өмірді қабылдау мүлдем басқа болатын шығар, шын айтам. Мен соған сенемін де өзім соған сенемін. Жаңағыдай өте бай адамдарды мен оқығым келеді. Мен олардың өмірлік тәжірибесін бөліскенін қалаймын. Бізге сол жетпейді, қатты жетпейді. Бірақ өзіңіз эфирге бай емес адамдарды шығарып жүрсіз. Бренд менеджерлікте бізде free publicity деген ұғым бар. Free деген тегін, publicity танымалдылық, тегін танымалдылық. Сіздің бұл эфирлеріңіз былайша айтқан кезде сіз ол адамдарға free publicity беріп отырсыз. Өзіңіздің эфиріңізге қонаққа шақырасыз, мысалы, жаңағы бір ананы шақырдыңыз, оның жағдайын айттыңыз. Бұл жеке брендті одан сайын нығайтудың амалы ма, әлде шын жүректен туындаған ана әйелге деген бір қамқорлық па, қолдау ма? Және ол қаншалықты ақталды? Қарашы, мен сұхбат алғанда менде бірінші мынандай жүрегімде бір нәрсе аяныштан бұрын осының айтары бар ма екен, осы айтарымен бөліссе, ол басқаға үлгі болар ма екен деген нәрсе тұрады. Бәрібір менде әйелдік не тұрады. Көрдің ба? Мен еш уақытта мысалы ақшамен санаспаймын көп жағдайда. Сұхбатым ойбай, маған қазір 1045 қаралым бермей ма? Қазір осы YouTube-тан соны бар ғой, сол жағына кішкене мән бермейді екен. Ол енді мүмкін менің кемшілігім шығар.
оны енді білгіштер айтар, енді осы саланың мамандары үшін. Себебі бірінші менде кез келген сұхбат алу кезінде менде бірінші әйелді көзқарас, яғни одан кейін аналық көзқарас, одан кейін кішкене глобалды тұрғыда қараймын. Ең соңында мүмкін оның мамандығын сұрау мүмкін шығар, тағысын тағы бір өзі болады ғой, адамның интуициясы, түйсігі деген сияқты. Біз ақша жағын бастап кеттік, ақша жайлы тақырыпты қозғап кеттік. Қанша ақша табасыз Инстаграм арқылы? Ой, әр кезде әрқалай. Мысалы, жылдық егер 10 шақты келісім шарт болатын болса, 1 жыл көлемде. Сен білесің, жыл сенде аймамай белгілі бір кірістің кіріп тұратыны. Ол 10 келісім шарт сенде 20 миллиондық болуы мүмкін, 30 миллиондық болуы мүмкін, 40 миллиондық болуы мүмкін. Ол жаңа жарнама берушіге байланысты, тікелей. Екінші момент, сенің ол негізі тұрақты түрде кіретін табысыңнан бөлек, ол күнделікті болуы мүмкін. Бір ғана Инстаграм емес қой, ол жерде сіз Инстаграмда ұсынған кезде сізден үнемі жарнама беруші бонус сұрайды. Яғни ол қандай бонус болуы мүмкін? Ол сіздің Фейсбугіңіз болуы мүмкін, ол сіздің ТикТогыңыз болуы мүмкін, ол сіздің Телеграмыңыз болуы мүмкін, ол сіздің Твиттеріңіз болуы мүмкін. Яғни сен жарнама берушімен сөйлесу барысында пакетке бөлінген ұсыныстардың, әртүрлі ұсыныстар. Ол деген кәдімгі не сияқты ғой, базар сияқты ғой, енді ашық айтқанда. Қайсысын айт, сізге мысалы мына пакетті таңдасаңыз, мынадай бонустар берілетіні. Не үшін мысалы түк ақша келмейтін, болмаса әзірге ақша келмейтін, ол ТикТокты да дамыту керек. Түсінем, өйткені ол қосымша площадка. Түсінем, Фейсбукты да мысалы, оны да дамытып отыру керек, ол да қосымша площадка. Егер сенің Фейсбугыңды біреу алатын болса, сенің Инстаграмың ол бонус болуы мүмкін. Айтыңызшы, қай платформаға деген махаббат ерекше? Бірінші орында сіз. Бір жақсы бар ғой, бір жақсы. Поделиться деген шығып тұрады да, ол рахат. Инстаграмнан кейін Фейсбукқа бөлісесің ба, Твиттерға бөлісесің ба? Бірінші кезекте Инстаграмға саласыз, контентті? Ден қоясын бәрібір. Ден қоясын. Мен кейде өзімді кішкене кінәлаймын. Жылда мен соң өзіме сөз беремін да ұмытып кете беремін. Телеграмда галочка алған жеке адам ретінде галочка алған адамдар өте аз. Менде бар. Бірақ Телеграм мені бір күні жазалайды. Сен активный емессің. Біз саған бердік қой галочканы, мойындадық қой сенің. Қалай жазалайды? Енді көрдің ба, жұмыс істе деген сөз ғой маған. Жұмыс істеуім керек. Уақыт болмайды деймін, басқа деймін, ол Телеграмға ұйықтар алдында өтірік бірдеңе жазып қою мүмкін, таң атпасаң ерте тұрып алсам. Білесің бе, мен тіпті ұйықтамаймын ғой, кейде ұйықтап жатып, Телеграмға не жазсам екен, ТикТокқа не түсірсем екен, енді бар ғой, ми бар ғой, ұйықтамайды. Кейде өзім ойлаймын, мен мамам ұрсады, кейде мамам келген ғой, қайдан айналайын ұйықтасайшы, адам өшір телефонды. Сол маған не керек, жасым 45-ге келіп, былай қарасаң ше, не құдайдың азабы маған, дым істемей құрсын, ештеңе істемей қойсын. Жоқ, өзімді қамшылаймын, таңертең тұрам ба, өліп спортқа барам, одан сілем қатып келсе де туй бояну керек, қазір 5 TikTok түсіру керек, 10 Reels түсіру керек, так визажист шақырам, одан 3 сағат сонымен жұмыс жасаймын. Мысал деймін ғой, мұның барлығы енді жұмыс екенін түсінемін. Демек сіз балаларыңызға телефон таста, көзің құрайды, қарай бермеш деген сияқты әңгімені. Олар бар ғой, өзінің белгілі бір уақыты болады. Қатты көп қарайтын кезде болады, аз қарайтын кезде болады. Мен бұрынырақта көбірек ұрысқақтығым, ұрса беретін, алып таста құртана телефонды. Қазір байқаймын, мысалы, олардың қызығушылығы кетіп қалды. Арасында TikTokта отырады, TikTok жаман платформа деп мен айтпаймын. TikTokта сенің таңдауыңа байланысты, интересіңе байланысты керек контентіңді беріп отырады, түсінем. TikToктың арифметикасы кішкене түсініксіз. Сен қалай жаңағы рекомендацияға түсесің, өте қиында. Мысалы, Инстаграмда егер сенің хэштегтер алып шығатын болса, Инстаграмда егер коллаборациялар, бір қандай да бір формулалар анықтау болса, TikTokта кішкене түсініксіз. Сол жағынан кішкене қиналыңқырайсың. Бірақ кейде болады жаңағы болмайтын нәрсе миллиондаған просмотр жинауы мүмкін, ал сен еңбектеніп істеген дүние түк жинамауы мүмкін. Бірақ жаңа өзің айтпақшы, енді бренд менеджер ретінде үнемі анализ жасау керек. Үнемі. Ол үшін не керек? Ол үшін жаңағыдай креативті бас керек. Басың креативті болу үшін сенің басқа проблемаң болмау керек. Кредитімді төлеуім керек еді, машинемнің бензині бар еді. Ми кішкене бос болу керек. Неге жастарда қазір креатив қатты ұрып тұр? Себебі оларда мысалы біз ден қойып үлкен проблема қылып көретін нәрсені олар проблема деп ойламау мүмкін. Болады, нормально. Бұлай, знаешь, кете береді. Бізде енді біз бәрі мамамыз ғой, біз ойлаймыз, мынау қалай болар екен. Бізде көп мысалы мынандай тәуекелге бары бермейміз, біз содан қорқамыз. Тәуекел бар жерде өсу бар.
тәуекелге барам ба бармаймын деп уайымдап тұрсаңыз, демек бұл биіктікті бағындыруға потенциалыңыз да бар деген сөз. Мысалы, мен 2019 жыл тәуекелге барып, Балбал KZ сайтын аштым. Балбал KZ бизнес және мотивация туралы қазақ тілді сайт. Бізбен бірге дамыңыздар, тәуекелге барыңыздар, бір-бірімізді жетістікке жетелейік. Тәуекелге баруды үйреніп жүрміз. Мына сұрақ, қараңызшы. Сіз қараймын. Жақсы табыс табасыз. Енді күйеуіңіздің табысын мен былай айтайыншы, мен бар ғой, қатты прям қыруар табыс таппайды екенмін. Мен жаңағыдай, егер 10 келісім шартым бір жылда болатын болса, мен соған қуанам. Бұрынырақта мысалы айына 10-15 миллион кіретін болса, қазір мысалы ондай ақша кірмеуі де мүмкін, мысалы деймін. Ол бір келісім шарттың құны ғой 20 миллион. Бір жылдық құны болуы мүмкін. Жылдық, ол мысалы көп те емес. Былай бөліп жарып қарағанда 12 айға. Көрдің бе, мысалы 10 шақты келісім шартың болатын болса, одан кейін қара, оның барлығы бірде ақшамен кірмейді ғой. Мысалы, ірі компаниялар бар, мысалы бір жылдың ішіне Borg, Samsung сияқты, олар сенімен мысалы басқаша жұмыс жасауы мүмкін. Сол себепті сен өзің қарап отырасың. Әрине ең ыңғайлысы, шынын айту керек, ол үнемі мысалы менде жарнама, менің парақшамды сататын белгілі бір жарнамалық агенттік бар, агенттіктер. Сен әрқайсына олар өздерінің жаңағы проценттік үстемесін ұстап қалады, олар сата береді. Сен еркін прайсыңды бересің де айтасың. Бірақ бір жарнамалық агенттік ол мысалы көптеу алуы мүмкін. Себебі оларда 2-3 адам таңның атысы, кештің батысы, олар тек қана сенім сатумен айналысады. Уақытын өлтіріп отыр ғой. Неге олар мысалы үстеме жоғары жағындағы 10%-ын ғана алады? 10%-ы кез келген агенттік алуы мүмкін. Агент алуы мүмкін. Сен де алуы мүмкін, егер сен жарнаманы алып келсең, мысалы, ешқандай ойланбай сен. Бірақ сен айтуы мүмкін ғой. Лейла ханым, одан да мен сізді бар ғой, күнде сатам. Аптасына 5 рет сатам. Бірақ маған 10% жетпейді. Маған 30 бер дейсің. Мен айтамын, давай саудаласайық. Саған жоқ, маған жоқ 25 деймін. Сен айтсың, жоқ 22. Былайша айтқанда бұл кәдімгі базар сияқты. Енді менің ойымша кез келген қазір мені көріп отырған жаңағы жарнама берушілер де менен кейбір құпияларын ашып қойған шығармын. Бірақ кейбіреуіне лояльны қарау керек болады, кейбіреуіне ерекше, себебі олар 3 жылға келісім шартты алып келуі мүмкін. Көрдің бе? Мен табыс жайлы сұрап атқаным, жалпы әйел адамның ер адамнан қарағанда көбірек табыс табуына қалай қарайсыз? Шын айтқанда, әйел адам еш уақытта мойындамайды да күйеуінен көбірек табыс табатын. Менің ойымша. Себебі ол әйелдің жеке өзіне жарататыны бір бөлікте, ол әйелдің туған туыс, бауыр, косметика, бояу деген сияқты нәрселер тағы бар ғой. Сондықтан мен үнемі айтам, әйелдің 5-10 теңгесі болу керек деп. Үнемі өзі ақша таба алуы тиіс деп. Себебі ол қашанғы мысалы майда шүйден нәрсеге күйеуінен сұрай береді. Ол өзіне бір артық көйлек алса да, ол өзі тапса, мысалы. Сіз майда шүйде үшін күйеуіңізден ақша сұрамайсыз, иә? Жоқ, мен сұрамаймын. Мен сұрамаймын, біріншіден сұрамаймын. Одан кейін менің күйеуімнің, екеуміздің ортамызда тұрмысқа шыққанға дейін нақты келісіп алған дүниелеріміз бар. Мен мысалы күйеуімнің айлық жалақысын қашан алатыны, қанша алатыны, одан кейін жаңағы балаларының бизнесінен қанша түсетіні, болмаса тағысын тағы ондай сұрақтар мүлдем қойылмайды. Ол маған керек те емес. Мен кез келген нәрсеге ақша сұрайтын болсам, мен жазамын. Мысалы, мен бүгін 70 мың теңге алдым үйдің продуктысына, одан 68.200 теңге жараттым, 1800 теңгені әкеліп орнына қойдым. Деп жасасыз? Кәдімгідей блокнот. Мәселе ол мен 200 теңге үшін әңгімеде емес. Мәселе дәл соны көріп отырған балалар да солай сдача. Мен үйге кіргенде сұраймын, қанша сдача берді? 288 теңге берді. 280 теңгесін ана жерге қой, ал 8 теңгесі қайда? Білмеймін, қалтамның бір жерінде шығар. Іздеп тауып ал. Орнына қой. Себебі бала тәрбиелену керек сондай нәрсеге. Мысалы болады ғой, біз 200 теңге қалтаңда жүре берсін. Жүре бермеу тиіс. Мен енді айтамын, анау тиын салғыш бар ғой, соған салсаш деп айтамын. Жоқ, мен де айтамын, сен бұны садақаға саласың. Бізде үйде мынандай садақаның 2 несі тұрады, 2 бөлмеде. Егер де ол алып келсе 288 теңгені, жақсы 280 теңгесін қайтарма, 8 теңгесін сен садақаға сал. Болмаса 288 теңгеден қаншасын садақаға салғың кеп тұр? 270-сін салғың кеп тұр. Жақсы 270 теңге сенің ниетің сал. Келісіп алған дұрыс. Күйеуіңмен өте ыңғайлы. Содан кейін мысалы ірі сыйлықтар болады. Көлік,
болмаса бір Гауһар тас деген сияқты. Ол да белгілі бір мерзім уақытында ғана. Бет алды, сенші мәрт келе жатыр еді. Менің подругам көлік алған еді деген нәрсе өтпейді, жүрмейді. Ондай болмайды. 2 жылда бір рет сағат ауыстыру керек па? Иә. Ол өзінің уақыты бар. Бұл неке контрактісі емес, бұл жай ғана ауызша келісім. Бұл ауызша келісім, одан кейін жаңағыдай бет алды ақша жарату жоқ. Немесе бет алды ақша сұрау жоқ. Егер мен ол бір көйлекке, немесе айтып отырмын ғой, өз көйлегіме мен өзім таба аламын. Сол себепті мен күйеуім сұрамайды. Сен қайдан, не өткені біледі. Менің өзімнің шаруаларым бар, өзімнің жаңағы тауып отырған нем бар екен. Мен мысалы туфлиға ақша сұрамаймын. Мен туфли алғым келген еді деп. Себебі мен өз көйлегіммен өз туфлиыма таба аламын. Сол сияқты ұлдарға да солай. Өздерінің лимиті бар, сол лимиттен шықпау керек. Белгілі бір лимиті бар. Оқуы төлене ма? Айына мысалы қанша болуы мүмкін? 20 000 теңге тек қана қыдыруына, иә, мысалы киносы бар, попкорны бар, бірден келсе 20 000 теңге бұл жай ғана мысал ма, әлде? Жоқ, ол иә, жобалап, иә, сондай. Шынайы лимит, иә, содан, иә. Одан кейін оларының өздеріне берілген екен, сен оны қалай үнемдейсің, өзің білесің. Ол кішкене үнемшіл, ол жаңағыдай 20 000 теңгеден мүмкін ол жаңағы 2 000 теңгесін келесі айға қалдыруы мүмкін. Келесі айда 22 000 теңге жарата алады. Өзінің лимиті бар. Себебі бала да кішкентай кезінен соған дағдылану керек. Ол басында мен үшін кішкене әрине қиындау және түсініксіз болды. Мысалы кез келген отбасында ондай нәрсе жоқ шығар. Ол қалай сонда сен мысалы ортақ бюджет болады, одан кейін сен ортақ бюджеттен жаңағы сдачаны алып келіп жазу деген сияқты нәрсе. Кейінірек оған өзің дағдыланасың. Ол дұрыс екенін түсінесің. Артық 5-10 теңгені бет алды жаратуға ол болмайды. Ол оңай емес қой оны табу. Енді қараңыз, әйел адам қалтасында үнемі 5-10 теңге жүру керек деді. Сол 5-10 теңгесі жүрсе де өзіне жаратпайтын әйелдер бар да. Шынымды айтайын, осы сұрақты сіздің оқырманыңыз, сіздің кітаптарыңызды оқыған бір туысқаным маған арнайы жіберді. Мен айттым, Ләйлә Сұлтанқызына қойғың келетін қандай сұрақтар деген кезде, осы сұрақтар енді. Егер мен күйеуімнен көп ақша тапсам, өзімді кінәлауым керек па? Сосын кейде болады, ақшам бар, бірақ өзіме жата алмаймын. Бірақ көйлек ауыстырғым келеді. Шынымен де ауыстырғым келеді, бірақ өзіме рұқсат бере алмаймын. Менде қандай проблема деген сияқты сұрақ болды, ашығын айтқаныңыз. Енді мен бірінші сұраққа былай жауап берейін. Негізі біздің ортада, біздің қоғамда күйеуінен көбірек ақша табатын әйелдер аз. Бар болса да ол әйелдер еш уақыт оны мойындамауға тырысады. Себебі біріншіден біз түсінуіміз керек, біздің елімізде ол патриархат екен. Екіншіден түсінуіміз керек, ер азаматтың рөлі, орнын түсінеміз. Сол себепті қазақтың қыз келіншектеріне мен күйеуімнен көп ақша табам деп көкірегін ұрып, оны жарнамалап немесе айғайлап айтатындар өте аз. Айтса да оны белгілі бір орта өзінің құрбы құрдастарының ортасын білуі мүмкін. Менің бір құрбым бар, жақсы, мен мысалмен келтірейін, өте жақсы айлық табысы 8 миллион теңге. Өте жақсы ғой енді. Жақсы табыс. Шетелдік компанияда жұмыс жасайды, үлкен бастық. 2 рет шетелге демалуға компания бүкіл отбасымен ақшасын төлейді. Бизнес классын, демалсын төлейді. Жолдамасын береді. Иә, жолдамасын бәрін береді. Енді күйеуі аз табады. Бірақ ана әйел еш уақытта, қарашы, еш уақытта мен көп табам деп сыртқа айтпайды, білдірмейді. Үнемі күйеуінен аз табатын сияқты өзін ұстайды. Одан кейін күйеуінің абыройын үнемі көтеріп әңгіме айтып отырады. Үнемі біздің мысалы, біздің деп ерекең, біздің сәкең деген сияқты солай көтермелеп отырады. Көрдің ба? Бұл енді білімнің арқасында ғой, ол әйелге де шетелдік компания 8 миллионды жай төлеп отқан жоқ. Ол таңның атысы, кештің батысы жұмыс жасайды. Үлкен ірі компанияға. Сол сияқты мұндай әйелдер көп деп айта алмаймын, бірақ бар. Ал енді қаншалықты біздің қоғам оны қабылдайды. Мен жақында ғана ондай сауалнама өткіздім. Соның өзінде бір 70% ғой деймін, қателеспесем, әйелдің күйеуінен көп тапқанын қаламайтын адамдар. Ал сол дауыс берушілер негізі әйелдер, 90% өздері. Көрдің бе? Бұл іштей біз әлі ондайға дайын емеспіз. Енді бір 10 жылдан кейін біздің әңгімеміз өзгеретін шығар. Ол кезде екеуміз 50-ге келеміз, құрсын болды ғой, одан кейін не айтамыз? Ол кезде бүйтіп айта алмаймыз да. Ал енді өзіне қимайды. Өзіне қимаудың ар жағында менің ойымша оның анасы өзіне қиған жоқ. Ол қандай да бір нәрсені көріп өсті ғой, ол адам бекерден бекер осы кеше ертең ояна салып, бұл мен бүгіннен бастап өзімен ақша қимаймын деп оянбайды ғой. Ол әпкесінің қиналғанын көрген шығар. Ол анасының үнемі өзіне қимағанын көрген шығар. Яғни ол сондай ортада өскен шығар.
Мысалы, егер шешесі мәрт болған болса, шешесі еш нәрсеге қарамай өзі киініп, өзі боянғанын көрген қыз болатын болса, менің ойымша ол ондай нәрсеге бара қоймас еді. Ал демек ол оған барды, демек оған үнемі миында мен үнемдеуім керек. Мен ертеңгі күні қиыншылық болып қалса, соған үнемдеуім керек. Қандай да бір сондай өзін-өзі тоқтатудың барлығы ол өмірлік бір тәжірибеден сияқты. Әртүрлі адам бар. Әртүрлі жағдай. Ләйлә Сұлтанқызы, енді сіз журналистсіз. Табысты журналистсіз. Табысты деген сайын. Табысты деген жақсы сөз ғой не? Жақсы ғой. Маған майда жақып бара жатыр. Мен өзім табыс деген сөзді жақсы көремін. Көп бол, бай бол, сен бай болсаң, сенің бүкіл туған туысқандарың. Айтыңызшы. Шын. Әйтпесін эфирде көргендер құрсын табыс деген жаман екен деп ойлап қалмасын. Қараңызшы, мысалы менің оқырмандарым көбінесе журналист болғысы келетін қыздар жігіттер. Және олар жай ғана журналистикаға ғашық болып, жай ғана мақала жазып, бұрынғыдай шабытпен жай өмір сүргісі келмейді. Құр ғана нан жеп деген сияқты, құр ғана шай ішіп өмір сүргісі келмейді. Олар миллионер журналист болғысы келеді. Қалай журналистиканы табыс көзіне айналдыруға болады? Бізде енді мүмкіндік аздау. Енді келесі бір 10 жылда жарып шығатындардың ішінде табысты болу үшін магистратураны шетелде оқып, бір кем дегенде 3-4 тіл білетін болса, менің ойымша оларға табыс өте жақсы болады. Менің ойымша табысқа жетудің бірден бір жолы қазіргі жас журналистерге көп тілді білу. Ең бірінші кезекте. Екінші, қорқынышпен жұмыс жасау. Көп адамдарда комплекс, қорқыныш деген болады, мен түсінемін, ол жастығына байланысты болуы мүмкін, өмірдегі тәжірибесінің жоқтығына байланысты болуы мүмкін, бірақ оның барлығы уақыт өте келе күресуге болатын және жеңіп кетуге болатын нәрселер. Табыстың барлығы неге шетелге көп шығу керек дейміз? Неге олар шетелге барған сайын, ел, жер көрген сайын оларда мүмкіндік ашыла береді? Олар неше түрлі адамдармен араласады, бір ортада тоқтап қалмау керек. Яғни белгілі бір зона комфорттағы, бір ыңғайлы ортаға кіріп алғаннан кейін ол жерден шығып кету де қиын. Шығып кеткеннен кейін қиналып қалам деген қорқыныш одан да қиын. Бізде сол қорқынышты жеңу ғой біз ең үлкен проблема. Жастар табысты болу үшін ең бірінші көп тіл білсе, көп шетел араласа, алыс-беріс достары көп болатын болса, өзінің қолынан келетін дүниені үнемі жарнамалайтын болса, әсіресе шетелдіктерге жарнамалайтын болса, шетелдіктердің қаламақысы да кішкене басқаша болуы мүмкін, гонорар да басқаша болуы мүмкін, сағатына төлеуі мүмкін деген сияқты. Бір мақаланы шетелдік басылымға жазса, ол қымбатырақ бағалануы мүмкін деген сияқты. Яғни өзінің мүмкіндігін барынша пайдалану керек. Әсіресе тіл жағын білетін болса, белгілі бір саланы білетін болса, салалық журналистика қазір өте қатты танымал. Мысалы, экономика саласын бұрында біз ғой ол таңертең түске дейін акиматтың баспасөз конференциясына баратынбыз, түстен кейін концерт түсіруге баратынбыз. Сонда енді бәрін бір тілмен жазып кете беретінбіз. Қазір жоқ, олай емес. Медицина саласын мысалы жетік білетін журналист мысалы қатты бағаланады, болмаса экономика саласын жақсы білетін жазатын журналистер қатты бағаланады. Одан кейін жаңағыдай зерттеу жүргізетін, анализ жүргізетін, документалка түсіретін. То есть салалық журналистика дамып келе жатыр. Бір саланың мықты маманы болатын болса, менің ойымша, ол адам тіл білу керек. Одан кейін қорықпау керек. Неге саяхат туралы айтамыз? Оның бәрі енді ақша шетелге шығу. Қазір горячий путевки дейді, басқа дейді. Одан кейін өте көп гранттар бар. Әсіресе журналистика, медиа саласында өте көп гранттар. Бүгін ғана қарадым, көп грант көп екен. Мүмкіндік өте көп, айтып отырмын ғой. Кішкене тек қана іздеу және де қорқынышты жеңу. Журналистер негізі бар ғой, өте көп ақша табалу керек, табу да керек. Қазір қарайсыздар ма, бір журналист бір жерде жұмыс жасамайды. Бір журналистің белгілі бір кредитін жабатын жұмыс орны бар, одан қала берді, фрилансер болып, тағы да 5-6 жерде жұмыс жасауы мүмкін. Ол қорқынышты емес қой. Әрине, ол шаршайды, оған да жаңа күш керек, энергия керек, білім керек, оған оқитын да уақыт керек дегендей. Бірақ сөйтіп күнін көріп жүргендер өте көп. Істеуге болады, қысқасы. Болады. Мен бұны неге сұрадым? Неге журналистерге жалпы бай болу керек па, журналистерге жеке бренд дамыту керек па деп сұрақ қойып жатқаным. Өйткені бай адам және өзіне деген сенім бар адам
шындықты айтқан кезде де қорықпайтын сияқты да. Сол себепті осы сұрақты қойғаным ғой. Мен бар ғой, бір жағынан мынандай түсінік қалыптасқан кішкене қаламаймын, ашығын айтайыншы. Иә, дұрыс, табысты болыңыздар деп жатырмыз, бай болыңыздар деп жатырмыз. Ол сіздерге мысалы қорқынышты жеңуге, басқаның алдында басыңызды салбыратпауға көмектеседі, ол сізге күш береді, сенімділік береді. Оның барлығы өте жақсы. Бірақ бай болу керек екен деп сатылып кететін адам болмау керек. Сондықтан осы жерде кішкене абай болу керек. Әсіресе жаңа бастап келе жатқандарға, себебі адамның беделі, жиған беделің саған өмір бақи жұмыс істеуі мүмкін. Бірақ сен сол беделді жинап болғанша да шаршап кетесің. Сондықтан осы беделді құру кезінде, сатысымен бір брендті қалыптастыру кезінде сен мүмкіндігінше өтірікші болма. Мүмкіндігінше сен өзіңе адал бол. Журналистика принциптеріне сай бол деп тұрсыз ғой. Иә. Осы жерде егер басынан сенде сондай қалыптасатын болса, имидж, ертең күні бәрі біледі. Сатып алынған ғой. Сатып алынған ғой енді деген сияқты. Несі жақсы ол? Негізі ол білінеді бірден, мәтінді оқыған кезде. Енді қараңызшы, айтып отырмын, менің 10 мың оқырманым бар, бірақ соның өзінде енді Құдай-ау, құрметті достар, неге оқырман санын арттырайықшы деп неге 10 мың оқырманы бар? Неге? Жоқ, менің ойымша ол тезірекке келеді деп ойлаймын енді. Жаңа айтып отырмын ғой, кейде мысалы сен күтпеген, сен мүлдем дайындалмаған дүние жарқ етіп шығып, бәрінің ойында қалып, бірден тез жинап алу мүмкін. Қатты оқырманның санына енді байланба дейсіз. Байланба. Жоқ, негізі 10 мың оқырман деген құдай ма, ол да үлкен көрсеткіш қой. Рахмет оқырмандар, менімен бірге болғандарыңыз үшін. Қараңызшы, соның өзінде мен Инстаграмның күш екенін күнделікті өмірде байқап жүрмін. Бір мәселең шешіледі, қаншама адаммен танысасың. Сіз Инстаграмның күш екенін қай сәтте сезіндіңіз? Инстаграммен байланысты бір есте қалған бір оқиға бар ма? Сол кезде Инстаграм күш екенін сезіндім. Былай айтсам бар ғой, енді мен анау тікелей эфирге сонау, ой, мен 90-ның соңында шықтым, одан кейін тұрмысқа шықтым, декретте отырдым ұзақ уақыт, одан кейін Суперстар кезінде тағы да бір шықтым 2003 жылдар, одан кейін тағы отырдым, одан кейін 2012-де қайта шықтым. Солай бір өзі менде мынандай жоқ екен, бір Microsoft-ың акциясы сияқты кетіп бара жатыр деген сияқты. Ол бір құлдырап түскен кездерде өте көп болды. Көп қой енді өмірде мысалдар. Егер біз тек қана 12-ден бері қарай ғана алатын болсақ, Инстаграм деп отырмыз, оның барлығына 11-12-ден бері қарай ғана ашылған дүниелер ғой. Менде ондай кейстер өте көп та, әр өзінің кезеңіне байланысты. Әрбір жасап жатқан жұмыс орнымен байланысты, болмаса ол отбасыңмен байланысты, болмаса қандай да бір оқиғамен байланысты деген сияқты. Инстаграмды мен біріншіден ол менің бір туысқандарым сияқты, менің бір өзімнің семьям сияқты. Мен мысалы үйде біраз болып жатқан, мама айтады, құдай қазір мынаны тағы Инстаграмға салады. Мен қазір үйде болып жатқан мүмкін бір кейбір әңгімені мынау қызық нәрсе екен, осы туралы жазу керек екен деп. Кейде мысалы ақыл кеңес сұрағанда саған дұрыс ақыл кеңесін айтатын, кейде дұрыс емес дүние жасағанда дұрыс емес екеніңді айтатын. Бір айтып отырмын ғой, өзіңнің бір туыстарың сияқты болып кетеді екен. Енді күш дегеніміз қазір Құдайға шүкір тег деген жақсы болды ғой, сен белгілей саласың, қазір президентке дейін белгілей бересің, қандай да бір әкім, министр былай тұрғанда, барлығын белгілей отырып, қандай да бір мәселе шешуге келгенде, ол міндетті түрде емес, сенің 3 миллиондық аудиторияң бар. Ол кез келген адам, кішкентай аудиториясымен де үлкен мәселе шешіп жүргендер бар. Үлкен аудиториясымен дым шешпей жүргендер де бар. Сол себепті мен қазір әрбір кезеңнің өзінің бір қызық оқиғалары, қызықта қиынды бір оқиғалары болуы мүмкін. Мына кезде мынандай еді деп айтатын. Баяғыда балапанға жүргізушілер сол бір Инстаграммен ақ таңдай беретінбіз. Бір кездер ше. Одан кейін әйел бақытына кейіпкерлерді бір Инстаграмның бір сторисмен ақ таңдай беретінбіз деген сияқты. Күш қой оның барлығы. Бір-біріне айтады, жаңағы бөліседі дегендей. Қазір былай деп айтсам жөн болмас. Енді соңғы сұрақ, сіздің жетістік формулаңыз қандай? Мен былай айтайыншы, мен андай аз ұйықтайтын адамын да, содан кейін миым қайнап жатады. Мен негізі шығармашылықтың адамын, одан кейін менде Құдайға шүкір дейінші, енді белгілі бір нәрселер айқындалып, қандай да бір белгілі бір сатыға келіп,
ендігі маған нөлден бастау керек деген бір ондай қорқыныштар жоқ енді. Белгілі бір тұрақталған кез қазір. Өзіңнің болмысыңа, өзіңнің жасыңа, өзіңнің статусыңа әбден лайықталған сондай бір ыңғайлы әдемі кез. Енді жетістік, мен жастарға былай айтайыншы, ең бірінші кезекте адам еріншек болмау керек. Мен де ұйықтаған жақсы көретін шығармын. Не құдайдың азабы, мысалы маған 20 жасар, 30 жасар қыз-келіншектермен жарысқан. Кейде өзім ойлаймын, отырса ше ұят емес пе деген сияқты. Бірақ мен түсінемін ғой, мүмкіндік болып тұрғанда неге оны жасамасқа? Неге мен қорқуым керек? Я 45 деген ол предел емес қой, ол енді бол пенсияға шықтың, болды енді сен былай сызып тастауға болады деген не емес. Сол себепті мен үнемі өзімді қайраймын. Мен мысалы кез келген осы мені көріп отырған қыз-келіншектерге ең бірінші кезекте мен былай айтар едім. Мүмкіндік болып жатса, әрине мүмкіндік болса, көбірек өздеріңізге ден қойыңыздар. Өздеріңіздің ішкі қалауларыңызды анықтаңыздар өмірлік. Не қажет, не сізге ләззат сыйлайды, неден, қандай сәттерден сіз өзіңізді бақыттырақ сезінесіз. Яғни сол сәттерді көбірек өміріңізде ұштастырып отырсаңыздар, жеңілірек болады көп нәрсе. Әйтпесе ізденістің үстінде жүріп, қалай 70-ке келгеніңді білмей қалуы мүмкін. Мысалы, байқайсың ба? Ал енді ертең күшті болып кетеді. Ал енді дегенмен, мысалы, бір күні қарасам, тіпті 50-60-қа да кеп қалуға болады. Сондықтан дәл қазіргі уақытпен өмір сүрген дұрыс қой не болса да. Сұхбатты әдемі аяқтадыңыз. Дәл бүгінгі күнмен өмір сүрейік. Мен енді бүгін сізбен сұхбаттасқаныма қуаныштымын. Сұхбат маған ләззат сыйлады. Тәжірибеңізбен, кейстарыңызбен, ойларыңызбен бөліскеніңізге көп рахмет. Саған рахмет шақырғаныңа. Әрдайым осындай әп-әдемі қалпыңызда жүре беріңіз. Бүгін қонақта болған Ләйла Сұлтанқызы, сіздерге байлық, бақыт, береке тіледім. Жалпы айтар тілегім өте көп. Ең бастысы аман-есен болайық. Сау болыңыздар.